Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы Body Parts тақырыбын өтетін боламыз. Яғни адамдардың дене мүшелері жайлы тақырып. Open your book at page number 6 and 7. 6 және 7 беттеріңізді ашыңыздар. Бірінші орындайтын тапсырмамыз exercise number 5. Listen, point and repeat the number. Тыңда және де белгіле және де қайтала дейді. Одан кейін нөмерле дейді. Яғни оқушылар көріп тұрғандарыңыздай бізде body parts, адамның дене мүшелерінің аттары жазылған және де олардың суреттері берілген. Солармен бізге сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Бірінші бізде hair, яғни шаш. Шаш бізде екінші суретте көрсетілген, ол жазылған. Екінші legs сөзі берілген. Legs ол бізде оқушылар аяқтар. Яғни ол бізде 8-де. Nose, nose ол бізде мұрын. Мұрын бізде 5-ші суретте берілген. Head бас. Бірінші суретте көрсетілген. Келесі hands қолдар. Ол жерде оқушылар 7-ші суретте. Ears құлақтар. 4-ші сурет mouth ауыз. Ол бізде 6-ші суретте eyes соңғы бізде көздер 3-ші суретте көрсетілген. The next exercise number 6. Rearrange the letters and write the words. 6-шы жаттығу. Бұл жерде оқушылар әріптерді орындарына қойып жазуымыз қажет. Мысалға, бірінші мысықтың басы көрсетілген, оны head деп дұрыс жазған. Екінші ол бізде оқушылар мысықтың аузын көрсетіп тұр. Яғни ауызды біз ағылшынша mouth деп айтамыз, mouth деп жазамыз. Келесі үшінші eyes көздер. 4-ші ол бізде оқушылар құлақтары көрсетілген ears. 5-ші бізде ол nose мұрны. Соңғы 6-шысы әрине аяқтар, ол бізде legs деп жазылады. Келесі бізде оқушылар 7-ші бетте study spot берілген, яғни бұл жерде оқушылар ереже have got және has got түсіндірген. Бұл жерде have got, has got деген менде бар дегенді білдіреді, бар деген. Оқушылар қарап тұрғанымыздай бұл жерде I have got-ты қысқартып I've got деп жазылған, яғни қысқартқанда солай жазылады. I've got blue hair, менің көк шашым бар деген сөз. She's got red hair, оның қызыл түсті шашы бар, яғни оның шашы қызыл деп айтып тұр. Келесі we've got a big mouth, біздің үлкен ауыздарымыз бар деген, яғни біздің ауыздарымыз үлкен деген. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай have got, has got дегенді қысқартып жазылған. Және де оқушылар he, she, it деп бізде has got болады. I, you, we, they де have got дейміз. Осыны біз ережені жаттап алуымыз қажет. Астында көрсетілген he, it has got, he, it's got деп қысқартып жазамыз. You, they have got, you, they've got деп қысқартып айтамыз, немесе қысқартып жазамыз. Және де соңғысы былай түсіндірме a big mouth деп тұр. Яғни a big mouth деген ол бізде бір үлкен ауыз деп айтады. Big mouth яғни ол бізде оқушылар көптеген, яғни үлкен көптеген ауыздар. Көпше түрге бізде s жалғанады. Енді осы бізге берген ережеге қатысты жаттығу орындайық оқушылар. Exercise number 7 complete. Use have got or has got. Сөйлемді толықтыр. Have got немесе has got-тың біреуін қолдан дейді. Біріншісіне мысалға we деген кезде әрине have got қолданылады. We have got green eyes. Біздің көздеріміз жасыл деген. Бізде жасыл көздер бар деген. Екінші Нұрлыбек big hands. Үлкен қолдары бар деген. Бұл жерде әрине has got дейміз, себебі бір адамды айтып тұр. Нұрлыбек has got big hands. Үшінші әрине they have got болады. Have got қоямыз. They have got brown hair. Олардың қоңыр шаштары бар деген. Төртінші I дегенде әрине have got қолданылады. I've got деп қысқартып айтсақ та жазсақ та болады. Немесе толықтырып I have got a small nose деп жазсақ та болады. Менің кішкентай мұрным бар деген. Бесінші my sister, ол жерде әрине has got қойылады. Себебі бір адамды айтып тұр, яғни sister деп қызды. Мысалға she болғанда has қоятын едік қой, бұл жерде sister дегенде де has got қоямыз.
My sister has got red hair. Менің әпкемнің шашы қызыл деген. Қызыл шашы бар деген, е. Соңғы 6-шы. You have got a small head. Сенің кішкентай басың бар деген. Яғни сенің басың кішкентай деген. Келесі exercise number 8. 8-ші жаттығу. Count and write then say. Сана және де жаз деген. Бұл жерде оқушылар осы тұрған құбыжықтың неше аяғы бар, неше көзі бар, неше мұрны бар, соларды санап, сандарын қойып жазамыз. Мысалға, біріншісінде A-де one mouth деп тұр, яғни бір ауызы бар. B, келесі eyes деп тұр, көздер, неше көзі бар санаймыз. 1, 2, 3, 4. 4, яғни 4 көзі бар. 4 eyes деп жазамыз. Үшінші C-де noses деп тұр, яғни мұрындары, неше мұрындары бар? 3 мұрны бар. 3 noses. Келесі ears, құлақтары, неше құлақтары бар? 1, 2, 3. 3 құлағы бар, яғни 3 ears деп жазамыз. Келесі hands, неше қолдары бар санаймыз? 1, 2, 3, 4. 4 hands. Соңғы бізде legs, аяқтары, 5 аяғы бар, е? 5 legs деп жазамыз. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye, students.